Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі дәмі ауыздан кетпейтін, ерекше дәмді болып шығатын өзіміздің, яғни қазақ халқының ұлттық тағамының бірі сірне дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Ең алдымен бізге осылай майлы етіміз қажет болады. Одан кейін бөлінген сүйектер қажет. Олардың барлығын жақсылап тазалап жуып алатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз және де орташа көлемдегі сәбіз және де қатты үлкен емес орташа көлемдегі картоп қажет болады. Қазанымызға ешқандай сұйық май құймаймыз. Сол майлы еттен шыққан майға жақсылап барлығын қуырып алатын боламыз. Міне осындай майы шығу қажет. Майын бөлек ыдысқа алып алатын боламыз. Одан кейін суымызды құйып, етіміз жұмсарғанша күтетін боламыз. Сүйектеріміз жұмсарып болғанша басқа заттарымызды турауға кірісетін боламыз. Сарымсағымызды өте ұсақ қылмай, осылай ірілеу етіп төрт бұрыштап турап аламыз. Сәбізді де өте ұсақ қылмай, орташа көлемде турап алатын боламыз. Картопымыз бізде орташа көлемде болғандықтан картопымызға тиіспейміз. Жаңағы қайнаған суымызды, яғни бөлек алып аламыз, яғни сорпасын. Одан кейін осылай туралған сарымсағымызды салып, дәміне қарай тұзымызды салып, сәбізімізді де салып, барлығын, яғни қызарғанша қуыратын боламыз. Сәбіз бен сарымсағымыз қызарып қуырылып болғаннан кейін біртіндеп картопымызды салып, жақсылап бірлет араластырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды салып, жаңағы бөлек алынған сорпамызды құйып, дайын болғанша күтетін боламыз. Картоп өте тез піседі, сондықтан көп отта ұстаудың қажеті жоқ, жарты сағат көлемінде дайын болады. Міне біздің өте дәмді әрі дәмі ауыздан кетпейтін ерекше дәмді болып шығатын сірнеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.